Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында күнделікті тұрмыста қажет болатын пайдалы кеңеспен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, жүрекшені басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Аяқ киіміңіздің жағымсыз иісі айналаңыздағы адамдарға ұнамай, ыңғайсыз жағдайға қалып жүрсіз бе? Онда дәл осы пайдалы кеңес сіз үшін. Тіпті ең қымбат делінген аяқ киімдердің де жағымсыз иісі болады. Жағымсыз иіс аяқ киім егесінің көп терлейтіндігінен шығады. Көп уақыт жаяу жүргенде немесе ыстық температурада ағза суықтап, қысымға түскен бұлшықеттер сөл бөледі. Адамның аққан терінің 98% судан, ал қалған 2% тұз, қышқыл, микроэлементтер, гормондар мен холестериннен тұрады. Осы құрамдар өздігінен жағымсыз иіс шығара алмаса да, ылғалды жағдайда бактериялардың құрбанына айналады. Сөйтіп, тер аяқ киім мен шұлыққа жаман иісті жұқтырады. Аяқтың сасымауы үшін оны таза ұстап, қажетті кезде аяқ киімді тазалап отыру керек. Күніне бір рет аяқты сабындап жуып тұру әдетіңізге айналсын. Ал жуып болған соң аяққа арналған орамалмен, әсіресе башпай арасын жақсылап сүрту керек. Егер аяғыңыз жиі терлейтін болса, салицил мен тальк сеуіп, дезодорант шашыңыз. Бұл құралдар бактерияларды өлтіреді. Сонымен қатар аяқты шаймен, емен қабығымен, лимон қышқылымен және ас содасымен жуып шайып тұрыңыз. Тер көп жүріп, күннің ыстығы кезінде ғана шығады десеңіз де қателесесіз. Олармен қатар адамның стресстік жағдайларға да душар болған кезінде аяқ терлеп, жағымсыз иіс шығады. Денеңіз терлеп, душқа түсетініңіз сияқты, аяқ та терлеген кезде жуып тұру міндетті саналады. Ол үшін жұмыста киетін, үйде киетін аяқ киімдер мен шұлықтарды бөлек алып жүріңіз. Оларды жиі ауыстырып тұрудан да ерінбеңіз. Егер аяғыңыздың терлеуіне қарсы жасалған шаралардың ешқайсысы да пайда әкелмесе, дәрігермен кеңесіп, қажетті препараттар сатып алыңыз. Жағымсыз иіс ауруға шалдыққанның көрсеткіші болуы да мүмкін. Сондай-ақ аяқ киімге көң иіс сіңіп қалғанда жалғыз гигиеналық шаралармен шектеліп қалуға болмайды. Онымен бірге аяқ киім тазалығына да көңіл бөлу керек. Бірінші кезекте аяқ киімнің ұлтарағын ауыстырыңыз. Ең көп бактерия сол ұлтарақта жиналады. Ал кейбір аяқ киімдерді, кроссовка мен кедайларды жууға да болады. Ал басқа аяқ киім түрлерін ылғал шүберекпен дұрыстап сүртіп шығыңыз. Аяқ киімнің иісі қатты сіңіп, жай ғана жуудан кетпей қойса, сірке суын сумен араластырып, біраз уақытқа салып қойыңыз. Кәдімгі күнделікті пайдаланатын көк шайдың микроорганизмдерді өлтіретін қасиеті бар. Қайнатылған суға көк шай салындысын салып, аяқ киім ішін жуыңыз. Осы шаралардан кейін аяқ киімді жақсылап кептіріңіз. Мұсатырлы спиртпен де аяқ киімді тазалауға болады. Бірақ үй ішінде иіс болмау үшін далаға барып тазалағаныңыз жөн. Жалпы аяқ киімді күніне бір рет тазалап қойыңыз. Тұратын сөресін де желдетіп, жуып тұрыңыз. Аяқ терлеген сайын шұлықты ауыстырып отыру қажет. Сонда ылғал аз болады. Шұлық алғанда оның таза мақтадан болғанын ескеріңіз. Олар синтетикаға қарағанда тез тозады. Бір-екі жуған соң өңі кетеді. Есесіне аяғыңыз аз терлейтін болады. Үйге келген соң аяқ киімнің ішін бірінші ылғал шүберекпен, кейін құрғақ шүберекпен сүртіп, бауын, сырмасын ашып қою керек. Мүмкіндік болса аяқ киімді 2-3 күн осы күйінде қалдырған жөн. Сонда иіс те кетеді. Аяқ киімді батареяда кептіргеннен ішіне қағаз толтырып қойған тиімді. Ол барлық ылғалды сорып алады. Сонымен бірге аяқ киім кептіруге арналған арнайы құралдарды қолдануыңызға болады. Аяғыңызды суық су мен ыстық суға кезек-кезек жуу керек. Ол аяқтағы қан айналымын реттеп, тердің бөлінуін азайтады. Және лимон шырыны қосылған жылы суда 10 минут ұстауға болады. Лимон болмаса, орнына 1-2 ас қасық тұз қосуға болады. Процедура біткен соң, әбден құрғатып сүрту қажет. Сондай-ақ эмоцияға өте қатты берілгенде, күйзелгенде, ашуланғанда адам қатты терлеп кететінін есіңізде сақтаңыз.
табандағы тері бездері қолтықтағы, алақандағы бездер сияқты жұмыс жасайды. Бүгінгі ұсынған пайдалы ақпарат кәдеңізге жарасын.